Франциядан Қасым ханның отбасылық қолжазбасы табылды. Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігі архив құжаттама және кітап ісі комитетіне қарасты қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығының мамандары Франциядан табылған Қасым ханның әйелі Айша ханымның қолжазба көшірмесін басып шығарды деп хабарлайды Қазақстан тарихы. Қолжазба түркі тіліндегі мұсылман теологиясы бойынша жазылған. Ғалымдар белгілі шығыстанушы Юдиннің 16 ғасырдың басындағы Таварих Гузида Нусрат Нама қолжазбасын көне қазақ тілінде жазылған деп сипаттағанына сүйене отырып, бұл жазбаны да аталған туындыға жақын деп тұжырымдамайды. Қолжазба 7 тараудан тұрады. Әрбір бөлім исламның қасиетті кейіпкерлеріне қатысты бір немесе бірнеше хикаялармен толықтырылған. Бұл еңбек 15 ғасырдың соңында өзбек қазақ сұлтаны Қасым Жаһангерге Қасым хан үйленген Тимуридтердің билеушісі Сұлтан Хусейн мырзаның қызы Айша Сұлтан ханым бегімге арналған. Қолжазба Айша Сұлтан ханым бегімнің жеке кітапханасында сақталған. Кітап Шайбаниттер Мауреннахрға келгеннен кейін Орта Азиядан қашқан Тимуридтер арқылы Үндістанға жеткен. Қолжазбаны 19 ғасырда Францияның ұлттық кітапханасы сатып алған. Қасым Сұлтан мен Хусейн Байқара арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас белгісі және Қасым Сұлтан мен Айша бегімнің үйленуінің болжамды күнін Хандемирдің Хабибу Сияр кітабынан байқауға болады, деді архив құжаттама және кітап ісі комитетінің төрағасы Қуат Бораш. Кітапты түптеу жұмыстары 2 аптаға созылған. Көшірменің жекелеген беттері біріктіріліп, бүтін блокпен мақта жібін қолдану арқылы тігілді. Сондай-ақ мұқабасына арнайы батист матасы қапталып, картон қағазы мен қанық жасыл түсті табиғи былғары қолданылды. Қолжазбаның түпнұсқасы Париж ұлттық кітапханасында сақталған. Қолжазба шамамен 1501-1515 жылдары жазылған. Тарихи мұраның басы мен соңы болмауы себепті толық нұсқасы сақталмаған.